Қиындыққа тап болсаңыз мойымаңыз, себебі әрбір мәселенің артында өмірдің мәнін көрсететін зор мүмкіндіктер бар. Айналаның бәрі сұлулыққа толы, бірақ оны адамдардың бәрі байқай бермейді. Не істеу керек екенін біле тұрып істемеу нағыз қорқақтықтың өзі. Өмірде байлыққа жету үшін емес, мәнді өмір сүру үшін алға ұмтыл. Сіздің арманыңыздың бәрі қорқынышыңыздың артында жасырылған. 20 жылдан кейін уақытыңыздың босқа өткеніне қатты өкінетін боласыз. Сондықтан дәл бүгіннен бастап күдік пен қорқыныштан арылып, алға ұмтылыңыз. Егер де адамдар сіздің мақсатыңыз бен істеп жүрген ісіңізге күлмесе, онда сіздікі бос әурешілік. Нағыз мықты адам аз сөйлеп, көп жұмыс істейді. Бір қателік істеп, оны түзетпеген адам тағы да бір қателікке жол берді. Адамдар өз әдеттерінің құлы, сондықтан өміріңізді жақсы жаққа өзгерткіңіз келсе, алдымен зиянды әдеттеріңізден арылыңыз. Өмірде үлкен жетістіктерге жеткіңіз келсе, алдымен өзіңізді жеңіңіз. Миыңызды өкпе мен реніштен тазартпасаңыз, онда қуанышты естеліктерді сақтауға орын қалмайды. Адамның сөйлеген сөзі оның қандай адам екендігінен хабар береді. Өзгені сөз етіп, оның қателерін санау өзіне сенімсіз адамның ісі. Ең ұлы әрі үлкен жетістік өзіңді жеңу. Кек аламын десек, екі қабырғасы. Болмашы нәрсеге төзімсіздік таныту ұлы істердің болашағын жояды. Үш нәрсе ешқашан қайтып келмейді: уақыт, сөз және мүмкіндік. Сондықтан уақытыңызды босқа жоғалтпаңыз, сөзіңізді дұрыстаңыз және мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Біреуді кінәлағанның жолы ұзақ. Өзін кінәлаған адам жарты жолға, ал ешкімді кінәламаған адам соңына дейін жетеді. Егер де айналадағы адамдар маған жау және мені көре алмайды деп ойласаңыз, демек сіздің ішіңізде ашу мен ыза бар. Тәкаппар жан үнемі ренжулі. Жақсы адам ешқашан қапаланбайды, себебі оны ештеңе ренжіте алмайды. Тәкаппар жан мені бәрі жақсы көрсе дейді. Жақсы адам бәрін өзі жақсы көре тұра өтемін сұрамайды.